Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен банкіде жылқы етін бұқтыратын боламыз. Қысқа дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Сиыр етінен жауып жүретін болатын. Бұл жылқы еті жас мал, құнан. Әдемі шығады деп ойладым. Керемет шықты. Сіздермен рецепті бөлісемін. Сонымен бізге керегі ет. Бұл жерде жылқы еті, құнан еті. Майлы болған өте жақсы болады. Кішкене өзінің майымен, тұз, қара бұрыш, лавр жапырағы ғана керек болады. Бірінші біз етімізді жақсылап бөлшектерге ірілеу етіп, бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Бұл жерде жылқы еті 4 килограмм. 4 килограммнан қанша банк шығатынын қазір көрсетемін сіздерге. Майлы жерін, қара кесек етін бәрін бір келке етіп бөліп аламыз. Тым майда етіп бөлуге болмайды. Өйткені піскеннен кейін майдаланып, бөлшектерге бөлініп кетеді. Ірілеу болып тұрғаны жақсы. Осы майда бөлшектерге бөлген етімізді килограммына бір ас қасықтан тұзды салып 2 сағатқа мариновать етеміз. Кішкене тұзы сіңу керек өзіне. Лавр жапырағы менен қара бұрыштарды банкеге салатын боламыз. Міне менде кішкене шандыр еті болды. Оны сылып алып тастадым. Алып тастағандарыңыз жөнді де. Мінекей 4 килограмм етіме 4 қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз бұны. Сөйтіп 2 сағатқа тұз сіңу үшін мариновать етіп қойып қоямыз. Банкымызды булап аламыз. Қақпақтарымызды қайнатып алып, алдын ала дайындай береміз. Бұл жерде бір 6 банкыны дайындадым, бірақ артық менде банкілерді бар болатын. Лавр жапырақтарын шағындауларын екеуден, ірілерін біреуден гene салдым. Тым көп болған жақтырмаймыз. Қара бұрышты 4-5-ден салдым. Тым нығыздамай, етімізді майын араластырып, банкілерге жайғастыратын боламыз. Қазір менде артылса, қалған артық банкіге саламын. Сөйте 6 банкі дайын тұрғаны. Міндетті түрде майын қара кесегімен араластырып салғаныңыз өзіңізге жақсы. Осылай жарым-жартылай банкілерді тым аяғына дейін бұрап тастамай, осылай 6 банк емес, менікі 700 граммдықтан 4 кило етімнен 7 банк шықты. Енді осыны кем дегенде 5 сағатқа қайнататын боламыз. Бірінші сырты қайнайды, сосын жаймен деп іші қайнайды. Сол іші қайнағаннан бастап 5 сағат қайнағанда етіміз дұрыс болды, пісті. Мінекей орташа отта осылай қайнататын боламыз. Міне 5 сағат өтті. Мен банкілерді жайлап аузын жауып алып жатырмын. 5 сағат қайнады бұл біздің тушенкамыз. Міне біреуін ашып сіздерге көрсетейін. Өте жұмсақ, әдемі болып пісіп шықты. Біздің бұқтырған етіміз осымен дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Өте керемет, жұмсақ, дайын ас. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.